Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Жүрек қан тамыр аурулары бүкіл әлемде өлімнің негізгі себебі болып табылады. Жыл сайын жүрек ауруынан шамамен 17,9 миллион адам қайтыс болады. Жүректің негізгі қызметі организмдегі қанды қан тамырларына қуалау. Ол бұл жұмысты еттерінің жиырылуы мен босаңсуы арқылы атқарады. Жүрек еттерінің жиырылуын систола, босаңсуын диастола деп атайды. Жүрек бұлшықетін бір рет жиырылып босаңсуын және тыныштық кезеңімен өтуін жүрек айналымы немесе жүрек циклы дейді. Адам жүрегі 1 минутта 70-75 рет соғады. Видеоны бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, маған лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жүрек ауруының 10 белгісі. Ауырсыну. Бұл тек кеудеде ғана емес, сонымен қатар іштің немесе мойынның жоғарғы бөлігінде иыққа, қолға, арқаға беріледі. Ол кенеттен пайдалы болуы мүмкін немесе бірнеше апта бойы күн сайын қайталанады. Ол көбінесе тіс ауруы, бұлшықет ауруы, күйдіргі, қабырғааралық невралгия, нервтердің қысылуымен шатастырылады. Екінші белгі ауа тапшылығы. Ешқандай физикалық күш салмай, тіпті жеңіл ентігу мазасыздыққа себеп туғызуы керек. Бұл симптом 90% жағдайда жүрек ауруымен бірге жүреді. Келесі тұрақты шаршау. Әлсіз жүрек толық қан айналымын қамтамасыз ете алмайды. Осыған байланысты органдар мен тіндер қоректік заттар мен оттегінің жетіспеушілігін сезіне бастайды. Өмір сүру үшін дене маңызды емес мүшелердің, ең алдымен аяқ, қолдардың қанмен қамтамасыз етілуін азайтады және қанды маңызды органдарға, жүрекке, миға, өкпеге бағыттайды. Сізге әдеттегі әрекеттерді орындау қиынға соғады. Мысалы, душ қабылдауға сіздің күшіңіз жоқ, ыдыс жуу қиынға соғады. Баспалдақпен көтерілу өте қиын, тіпті демалу да сергектік әкелмейді. Саусағыңызды қозғалтуға ерінетін боласыз. Егер осындай жағдай сізге таныс болса және бірнеше күн немесе одан да көп уақытқа созылса, жүрек проблемаларын жіберіп алмау үшін кардиологпен кеңесіңіз. Келесі белгі аяқтың ісінуі. Аяқтардағы қан айналымының бұзылуына байланысты лимфа ағыны да бұзылады. Тіндерден сұйықтық кетеді. Бұл әсіресе аяққа әсер етеді. Сұйықтық тері астына жиналып, ісіну пайда болады. Егер аяқтың ісінуі сіздің тұрақты проблемаңызға айналса, терапевтпен немесе кардиологпен осы тақырыпта кеңес алуыңыз қажет. Келесі белгі ұзаққа созылған жөтел. Көп жағдайда жөтел суық тиюдің қарапайым серігі болып табылады, бірақ егер сіз жөтелден 2-3 апта бұрын аман құтылсаңыз және бұл симптом жойылмаса, бұл дәрігерге барудың нақты көрсеткіші. Ұзақ уақытқа созылған жөтел аллергияның да серігі немесе бронхит та болуы мүмкін, бірақ кейде оны жүрек жеткіліксіздігі де қоздырады. Бұл өкпеден ылғалдың шығуын қиындатады. Жүрек жөтелінің тән белгісі бұл қызғылт немесе ақ шырышты қақырықты жөтел. Егер сіз осындай нәрсені байқасаңыз, міндетті түрде дереу кардиологқа жүгіріңіз. Ентігу. Қандағы оттегінің аз екендігінің алғашқы белгісі, оған көбінде физикалық белсенділік себеп болады. Бұлшықеттер жұмыс істеу үшін көп оттегін қажет етеді және оны қаннан алады. Бұл жоғалтудың орнын толтыру үшін ми өкпеге тез демалуға бұйрық береді. Сондай-ақ артық салмақ, аз қозғалу, стресс, қапырық бөлмеде болу ентігуге де әкелуі мүмкін. Егер мұндай симптом ешқандай себепсіз және бұрынғыға қарағанда жиі пайда болса, әсіресе бұл тұрақты шаршаумен, кеудедегі ыңғайсыздықпен және біздің тізімдегі басқа белгілермен бірге жүрсе, сізге кардиологқа баратын уақыт келді. Оттегінің жетіспеушілігі қан айналымының нашарлауынан, өз кезегінде жүрек жұмысының бұзылуынан туындауы мүмкін. Келесі белгі барлығымызға таныс қатты қорылдау. Ұйқы кезінде қорылдау қалыпты жағдай, бірақ егер сіз қатты қорылдасаңыз, бұл апнояның белгісі болуы мүмкін. Апноя ұйқы кезінде тыныс алудың қысқа тоқтауы. Апноя жүрек қан тамырлары жүйесіне зиянды әсер етеді. Біріншіден, бұл жүрек бұлшықетінің гипоксиясына әкеледі. Екіншіден, апноя гипертонияның жоғарғы қан қысымының даму қаупін арттырады. Бұл адамның негізгі мүшесінің жұмысын одан әрі қиындатады. Нәтижесінде кез келген уақытта шамадан тыс жүктелген жүрек қан тамырлары жүйесі істен шығуы мүмкін. Сондықтан апнояны емдеу керек. Емді қалай бастау үшін терапевтпен кеңесіңіз. Жылдам немесе тұрақты емес жүрек соғысы. Әрбір ғашық адам, мысалы спринтер, жүректің кеудеден секіріп бара жатқанын сезді. Толқын немесе ауыр физикалық жүктеме кезінде бұл қалыпты жағдай. Бірақ егер жүрегіңіз сіздің ешқандай себепсіз кеудеңізден шығып кетердей болса, немесе секіргенін сезсеңіз,
Бұл проблемалардың сенімді белгісі. Тістің немесе төменгі жақтың ауруы. Тағы бір мысал, ми нақты не ауыратындығын анықтай алмаған кезде жүрек ауырып жатыр ма әлде тіс пе деп ойлайды. Бақытымызға орай көп жағдайда тіс немесе төменгі жақ ауруы салыстырмалы түрде қауіпсіз болу мүмкіндігі бар. Мысалы, ол кариес, немесе сіз егіңізді ауыртып алдыңыз, болмаса мойныңызға суық тиді. Бірақ егер тістеріңіздің ауруына ешқандай себеп болмаса және тістеріңіз үнемі ауырып тұрса, онда кардиологпен кеңескен жөн. Бірақ клиникалық тәжірибеде адамдар тіс ауырсынуын басу үшін бірнеше тісін жұлса да ауру жеңілдемеген. Шын мәнінде бұл жүрек жеткіліксіздігінің белгісі болып шыққан. Жүрек ауруларының қауіп факторлары: бірінші, адам жасы 40 жастан асқан ер адамдар үшін және постклимактериялық кезеңдегі әйел адамдар үшін. Жоғарғы қан қысымы 140 пен 90 мм сынап бағанасынан жоғары және қандағы холестериннің жоғарылауы. Үшінші, тұқым қуалаушылық. Егер сіздің отбасыңызда немесе жақын жандарда жүрек ауруы болса, онда бұл аурулар тұқым қуалайды. Келесі, темекі шегу. Ең маңызды қауіп факторларының бірі. Алкоголь және есірткі жайлы да ұмытпағанымыз дұрыс. Семіздік, дұрыс емес тамақтану және үнемі отырып аз қимылдау, шамадан тыс эмоционалды стресс, қант диабеті. Дәрігерлердің ұсынысы бойынша жемістер, көкөністер, балық, жаңғақтар өлім қаупін 35%-ға, ал инфаркт қаупін 14%-ға, жүрек жеткіліксіздігін 28%-ға, инсультті 19%-ға төмендетеді дейді. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу үшін болмашы нәрсеге алаңдап, ашуланбаңыз. Жиі жүгіріп тұруды әдетке айналдырыңыз. Салмақ қоспауға және өз салмағыңызды сақтауға мән беріңіз. Тым ауыр, шаршататын жұмыстардан аулақ болыңыз. Уақытылы ұйқы және демалуды назардан тыс қалдырмаңыз. Күніне кем дегенде 10 минут таза ауада серуендеу пайдалы. Емделуі қажет тістерді емдетіңіз. Көп мөлшердегі майлы еттерді, сүтті тағамдарды тұтынбаңыз. Консерві, шұжық, сыр, маринадталған тағамдар, балық, шоколад сияқты азықтарды аз тұтыну қажет. Жүрек ауруын өз бетімен үй жағдайында емдеуге болмайды. Кардиолог мамандардың айтуынша, бұл организмдегі басқа аурудың туындауына себепші болуы мүмкін. Сондықтан әр 6 ай сайын жүрегіңізді тексеріп тұрғаныңыз дұрыс. Сіздермен болған дәрігер Гүлнар. Сіздерге бүгінгі видеом пайдалы болды деген ойдамын. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.